Сәлем, бүгін сенімен Sublime Text бағдарламасын орнатуды үйренетін боламыз. Видеоны көрмес бұрын, ең алдымен каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Бұл жерде саған керек тағы да мәліметтер болуы мүмкін. Сонымен, Sublime Text бағдарламасын орнату үшін ең алдымен sublimetext.com сайтына кіреміз. Осы сайтқа сілтемені видеоның астында қалдырамын. Бұл жерде сіздерде компьютерлеріңіздің разрядына байланысты программалар берілген. Бұл жерде 32 разрядты мінекей Windows деп тұр. 64 разрядты операциялық жүйеге арналған Sublime Text көрсетілген. Сол сияқты Linux'ке де арналған Sublime Text бар. Енді менің компьютерім Windows 64 разрядты болғандықтан, мен осыны басамын үстінен, сол кезде бізде скачивание жүреді. Мінекей, біздің Sublime Text жүктелді. Енді осыны үстінен бір рет шертеміз. Сол кезде бізде программа орнату жүргізіледі. Разрешить этому положению вносить изменения деп тұр. Біз да деген батырманы басамыз. Ара қарай бізде мінекей осы компьютерде алатын орны автомат түрде көрсетілді. С дискісінің ішінде, программ files деген папканың ішінде осы Sublime Text сақталатын болады. Ары қарай next батырмасын басамыз. Тағы да next, install батырмасы. Мінекей, 1-2 минуттың ішінде бізде Sublime Text орнатылды. Finish батырмасын басамыз. Ары қарай push деген батырманы басып, осы жерде Sublime Text'ті іздейміз. Мінекей. Біздің Sublime Text орнатылды, программаның ішінде тұр, ашылды. Енді осының ішінде бізге уақытты үнемдеу үшін қажет Emmet плагині бар. Emmet плагинін орнату үшін Preference дегенге кіреміз, Package Control'ды орнатамыз, Install Package дегенді басамыз. Бізде мінекей орнату жүріп жатыр астында, күте тұрамыз. Бірден ашылды. Жолақша осы жерге Emmet деп жазамыз. Мінекей Emmet деп жазсақ, бұл жерде бізге Emmet плагині шығу қажет. Енді менде бұл арнайы орнатылған. Мінекей көрсеңіздер, Package Settings'ке кіресіздер. Бұл жерде Emmet деп тұр, Package Control орнатылған және PHP Tools орнатылған. Сіздерде егер орнатылмаған болса, Emmet деп осындай түрде орната аласыздар. Мысалы сіздерге, мысал ретінде мен Emmet Style Reflector'ды орната салдым. Бұның да көмегі тиеді. Осындай сіздерге хабарлама шығады. Хабарлама шыққаннан кейін осыны X деп баса саласыздар. Файл дегенді басатын болсаңыздар, жаңа файл ашуға, немесе өздеріңіздің құрастырылған файлды ашуға болады. Енді біз ең алдымен сайт құрар алдында бірінші файлымызды сақтап алайық. Emmet плагині жұмыс істеу үшін рабочий столға, білесіздер, HTML құжатының бастапқы файлы бұл index деп аталады. Index.html деп сақтасақ болады. Сақтаймыз рабочий столда. Енді бұл жерде біз қазірлеп белгісімен tab батырмасын баса, автоматты түрде бізге HTML тілінің құрылысын құрып берді. Осындай түрде сіздер Sublime Text'те жұмыс істей аласыздар. Мысалы H1-ден және де H1-ге сәлем, әлем деген сөзді шығарайық. Ctrl-S батырмасын басасыздар, немесе файлға кіріп, Save деген батырманы басасыздар. Сол кезде сіздер документтеріңіз сақталады. Енді оны браузерде ашу үшін менде бірден браузердің значогымен көрінді. Кейбіреулеріңізде браузердің значогы болмауы мүмкін. Программаңыз дұрыс оқылмай, бірақ ақырын осы мышканың курсорын апарсаңыздар, тип Google Chrome, тип Chrome HTML документ деп тұр. Яғни сіздің құжатыңыз дұрыс құрастырылды. Енді осыны ашатын кезде открыть с помощью Google Chrome десеңіз болады, және Sublime Text деп осылай ашсаңыздар болады. Google Chrome'да қазір ашатын болсам, менде сәлем әлем деген сөз бірден экранға шығарылды. Енді Google Translate жүзеге асқаннан кейін аударып берді. Егер де алып тастап, қайттан апдейт ететін болса, мінекей, сәлем әлем деген біздің сөзіміз экранға шығарылды. Бүгінгі сабақ пайдалы болды деп ойлаймын, және де каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпа.